Бала баққандікі ме, тапқандікі ме? 2020 жылы Шымкент қаласындағы перзентханалардың бірінде жаға сатар жайт орын алды. Гүлвира есімді келіншек бәз біреудің баласын екі жақты келісіммен бауырына басқан. Алайда арада 5 жыл өтсе де кішкентай қыздың құжаттары анасының атында тұр. Ал бүлдіршіннің қазіргі отбасы аялап өсірген қызымыздан айырылып қаламыз ба деп алаңдайды. 5 жыл бұрын перзентханада қандай келісім болды? Сәбидің саудаға түскені рас па? Бүгін білеміз. Осы 4 жылда Айнұр хат хабар алып тұрды ма сізден баладан? Хат хабар болғанда бір рет медикайның несі түсті, туылғанда ақшасы. Соған қырылысты. Бердіңіз ба ақшасын? Бермеймін, айттым, бермеймін дедім. Бала менде, проблемасы менде, ақшасы менде дедім. Ол не деді? Қырылысты ғой мен айтпаған сөз қамады. 9 ай көтердім мен. Сен не үшін аласың ақшаны деп. Биологиялық әкесі кім екен? Өзі білмейді екен оны. Маған 2 әке хабарласқан. Не дейді? Біз деп па? Не деп хабарласты? Енді олар сау хабарласпайды да. Айнұрмен бірге ішіп хабарласады. Саған аманат дедік. Айнұр ертең маған тағы туып береді дейді. Ол баланың кейін семьялары бар екен. Екінші отбасы кейін қосылып кетті ғой ол семьясына. Қыздың Мединаның денсаулығында ешқандай ақаулық жоқ па, жақсы ма? Аллаға шүкір, бірақ бір жасында ма, азнок деді ма жаңағы. Сондайдан не болды? Температура судорога берді. Содан кейін есін білгеннен кейін медикай айтқан тыңдамасаң болды, құлайып судорога бере беретін болды, құлайды, айтқан тыңдамасаң құлайды. Қазір қандай да бір диагноз бар ма медициналық орталықтан қойылған? Аутизм деп қағаз түрінде берген жоқ, бірақ сөз несінде айтты 80% дені сау бала болмайды деп. Ауызша аутизм деген диагноз қойылды ма? Қамқормен емделдік. Бір ай өбей. Жақсы, денсаулығына өтпей тұрып, бірінші біз сол бір жерге барып, көршілерден де сұхбат алған болатынбыз. Медина деген қыз танисыздар ма, ата-анасы жалпы бағып жүрген ата-анасы қалай қарайды деп экранға зер салайық. Бәріміз жақсы көреміз, ол келсе болды, қуанамыз ғой, Медина келсе. Қалай айтсам болады? Кәдімгі ата-ана ұқсап, қызын қатты жақсы көреді, ешқандай отказ жоқ. Медина нені сұрайды, сол нәрсесін алып береді. Ешқандай ұрыс керіс ештеңесін көрмегенбіз. Кәдімгі бақытты отбасы. Жақсы, жалпы жақсы қарайды қызына. Негізі асырап алғанын білетін бе едіңіз? По-моему, естігенбіз ба, білмеймін. Роддомнан шықты, на весілля істеді, бардық, той қылып жасады. Өзімен бірге даже жұмысқа, ешкімге сенбейді, жұмысқа апарады, алып келеді, өзімен бірге алып жүреді, жақсы киіндіреді, жақсы ішкізеді. Қызымен магазинге келіп, қызына қалаған нәрсесін әпереді, жақсы киіндіреді. Баласына жақсы мәміле қылады. Осы отбасыда қалған дұрыс, себебі Гүлвира өте жақсы әйел, өте жақсы ана. Сол қызы үшін жаным береді. Білемін ғой мен. Гүлвира, сіз осы 4 жылда сіздің туған туысқандарыңыз немесе құрбыларыңыз, Гүлвира сіздің жасап отырғаныңыз дұрыс емес, бұл заңды бешесінен басу, заңмен шешу керек деп айтты ма ұсыныс? Айтты. Мен шешесіне 3 рет апардым ғой. Алмады ма шешесі? Сөйтіп Атырауда жұмыс істейтін еді. Шешесінің мамасы тіреді. Пойызға салып жібер деді. Шешесі анақтан күтіп алсын деді. Айнұрдың шешесі? Иә, Атырауда жұмыс істейді Айнұр. Сосын Айнұр күтіп ала ма, шаруам жоқ, әкеме үйге деді. Сосын екінші рет апарғанымда сондай тағы да. Енді сұрақ, маңызды сұрақ. Осанды ғой. Сосын қызды сізге беретін болып шештіңіздер. Сол кезде ортада ақша жүрді ма? Ақша жүрген жоқ. Ол ақша сұрады ма сізден? Ақша сұрамады, подружкасы айтты, ақша бересің деді. Жаңағы Ақнұр ма? Қанша ақша сұрады? Қолына ақша берсе деді. Қанша берем дедім. Бірақ күйеуім естіп қойды, күйеуім айтты, біз 1 тиын бермейміз деді. Сіз бірақ бергіңіз келді ме? Сұраса ма? Жоқ, мен білмеймін ғой, бірақ туған кезде электронға түсіп қалды ғой. Сол кезде қолымда алтын жүзігім бар еді, соны шешіп қолына тақып кеттім. Рахмет, маған қыз сыйлағаныңа деп. Руслан мырза, сұрақ қояйыншы, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, единовременный түсетін ақшасы 380 мың теңге. Ол егер сізге құжат рәсімделмеген болса, ол ақша қалай сізге түсті? Карточкасы болып тұр ғой? Айнұр өзі келді ғой, айтты ғой. Мен карточкасын дайындап берейін, Гуля. Келесің ба деді, медикай. Айнұрдың картасымен алып тұрсың ғой, сен өзіңнің картаң емес. Иә, Айнұрдың атына рәсімделген, иә? Өзі рәсімдеп шығып, маған берді қолыма. Ол заңсыз екен, білесіз ба? Ол ақша заңсыз, сіздің алуыңыз да заңсыз, шыны керек. Өзі басынан сіз барлық нәрсені заңсыз істеп отырсыз да, сондықтан сіздің жолыңыз болмай тұр қазірші. Былай ана ретінде көріп тұрмын, енді аналық мейіріміңіз бар, даналық неңіз бар, жолыңыз бар. Бірақ ортада ақша болмады дегенге мен сенбеймін.
сізге тегін баланы біреу тегін бере салмайды екен. Ондай жоқ заман. Сондықтан мен бұл жерде оған сенімсіздікпен қараймын. Ал жалпы неге сіз жаңағы қамқоршы және қорғаншы деген бөлімге барып, кәдімгі ана ретінде тіркеліп, ол жерде оқуы бар 3 жылдық жаңа родительский пригодность дейді, аналық жарамдылық деген бар. Соны оқып, сертификатын алып, содан кейін барып, ювеналдық сотқа барып деген ұзақ процесс. Енді қарашы, анау емханаға бардың ғой сен. Сол кезде қалай тіркедің? Мен таңғалып тұрмын. Ол емханада сол дәрігердің өзі қорғаншылық несіне қоңырау сол Айнұрдың атынан тіркедім деп отыр ғой. Иә. Қамқоршы және қорғаншы деген бөлімге неге заңды түрде барып, сол жаңа аналық жарамдылығыңызды растап, әрі қарай баланы алуға талпынбадыңыз? Сосын барады ғой ювеналдық сотқа. Бірден бара салмайды ғой ювеналдық сотқа. Біреулер сөйтіп айтты ғой, бірінші ювеналден бастамайсың, опекаға, орган опекаға барыңыз деп. Мен де бардым, күйеуім де бардым. Сөйлеспейді ол жақтағылар. Не дейді сонда сіз? Ешқандай сөйлеспейді. Бір рет бір бала шықты алдымнан, апай болмайды, анасына қайтып беріңіз деп. Анасы маған жазып тұр ғой енді. Жақсы, жарайды. Енді түсінгеніміз бойынша осындай проблеманы өзара шеше алмағаннан кейін сізбен бізге жүгініп отыр. Түсінікті ғой. Енді біз қолымыздан келгенше көмектесейік. Көмектесе алмасақ, жол сілтейік. Бағдаршам болайық. Жоқ, көмектесуге болады. Біз жолдасынан да сұхбат алған болатынбыз. Экранға жер салайықшы. Даже өткенде мен келіншегім жұмысынан қызымды алып кетіп бара жатыр едім. Мектептің алдын мен 300-ға кетіп қалдым. Потому что қыз жерде жатқан мороженое палочканы аламын дейді, оны аузына саламын дейді. Мен алмайсың дедім. Жылады. Жылағаннан кейін алып кетіп баратырмын. Бір кісі көріп қалды да, сенің қызың ба? Иә, менің қызым дедім. Точно сенің қызың? Иә, менің қызым дедім маған. Сөйтіп, мен келіншегім жұмыс істейді. Кетіп бара жатсам, артынан звондап, участковый звондап маған. Участковый жіберіп алды, мен жолды жаяу кетіп бара жатырмын. Сол бір 50 метр жүрдім, артынан участковый ма, сол жерде милициялар келді. Каспиймен көрсетіңіз, аға сіздің атыңызды отыр. Мен бұл қыз усана удочерен дедім, мен атымды емес. Мен біреудің баласын алып кетіп баратым ба деп күмәнданған ғой, мысалы үшін білмейсіз, көп көшеде нелер бар ғой. Толығырақ танысу үшін студияға Асан Ештаевты шақырамыз. Асан мырза, қош келдіңіз. Амансыз ба? Мединаның жағдайы қалай? Жақсы, күліп, ойнап, жүгіріп қазір. Сізде білдіңіз ғой, о баста әрекеттеріңіздің заңсыз екенін. Баста өзі отказной жазып беремін деді, роддомда баланы береміз. Біз роддомнан шыққан кезде сразу нотариусқа барғанбыз. Нотариусқа барып, отказной жазған екен, мен ойлаймын, шу заңды түрлі болып жатыр деп. Ал қашан түсіндіңіз заңсыз екенін? Опекунға барған кезде олар айтып жатыр, сенікі заңсыз дейді. 6 айдан кейін, ол шамамен? Иә, примерно 6 айдан келіншегім бар ғой. Сен болмайды, заңсыз болар екен деп жатыр. Онда анасынан қайтарып берсек, анасы алмаймын дейді. Дереу сол кезде қайтарып бергілеріңіз келді? Жоқ, бізде проблема бар. Садикке берсек, садик ИЦП сұрайды, несін сұрайды. Оны өтініш қылып, мына бала барысын садикке де барды ол бала, үйдің алдында садикке. Қалай барды садикке? Ақылыға бердім. Документ сұрамайтын. Ақылының өзі құжат сұрау керек қой? Негізі. Құжат сұрады, көршіміз ғой, сөйтіп айттым сонда. Қорғаншылық бөлімі айтты, сіздердікі заңсыз, анасына қайтарып беріңдер, дереу деді. Сосын сіздер анасына хабарластыңыздар ғой Айнұрға. Айнұр не деді? Алмаймын дейді. Өзің апарып тастап, біз саған керегім тұрсын, мен бағамаймын. Жақсы, енді сұрақ заңгерлерге. Анасы алмаса, бұл кісілер ары қарай қадамы не істеу керек еді? Негізі қамқоршылық, қорғаншылық бөлімі баланы тартып алу керек. Оңтүстік Шымкенттің қамқоршылық, қорғаншылық бөлімі, Иә. Олар қараңызшы. Айтты ма қорғаншылық, қамқоршылық бөлімі? Бала қайда? Мен баланы аламыз деп. Біз үйде деп айттық. Біз үйде суатыр. Олар келіп үйге соны суретке түсіріп, акт толтырып алған жоқ па? Жоқ. Тек сіздерге жауапкершілік итере салды. Біз өзіміз бақтық, бастарын кетеді. поликлиникаға апарып көрсеттік. Поликлиника бізге нестажин өзі как үкіметтен жетім асырап алған балдарға берілер екен. 10 пачка мөник, соны өздері береді, рахмет оларға. Жақсы, енді сарапшылардың күмәнді сұрағы бар. Екеуі ара ұсыныста, сыйға тартылған сәби. Сол кезде бала сыйға тартылды ма, әлде сатып алдыңыздар ма? Өзі отказной сатылған жоқ, өзі отказной деді. Мен бала ол жігітпен жүрген екен. Сөйтіп, ол жігіт тастап кеткен ба, сондай бір деген болған. Енді баланы он отказной детдомға бережем деп. Жасы нешеде Айнұрдың? 84-ші жылғы ғой. 85-ші жылғы, 40-та ғой. Жақсы. Екеуі ара мәміледе ешқандай ақша жүрген жоқ қой? Ешқандай ақша жүрген жоқ. Ал Ақнұр деген әйел ақша бер деп айтыпты ғой. Баста сөйтіп айтқан. Енді бала алдың ғой, бір подарка істемейсің ба деген жерден айтқан шығар, енді сөйтіп. Сол кезде подарка істеп, сіз алтын жүзігіңізді бердіңіз. Қолында ақша бермеймін дедім, бірақ. Рахмет, бала сыйладың ғой. Мысалы, мен түнімен келіншегім жылап шығады. Бала бірінші келіншегім 2 рет пневматичный болды. 2016-та бір болды, кейін біз емделдік.
екінші рет последний тура екінші трубкасын ол Жарылып кетті уже түнімен жылап шығады, енді бала сүйгім келіп жатыр, бала асырап алайық деп. Енді семьяны бұзбайсың, до конца, может, бала асырап алайық, хорошо дедім. Тастанды баланың айықпас дертке шалдыққаны рас па? Оның ендігі тағдыры не болмақ? Жарнамадан соң жалғастырамыз.